Ассалаумағалейкум баршаңызға. Шымкент қаласынан Стамбул арқылы Лондонға сапарға шыққалы тұрмын. Арнайы іс сапар, үлкен жоба, алдымызға үлкен мақсат қойылған. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Егер сіздерге ағылшын тілін тереңдетіп үйрену, Қазақстаннан Англияға бару, Лондонға бару деген сияқты тақырыптар қызық болса, біздің Instagram парақшамызға, YouTube және TikTok каналдарымызға жазыңыздар. Мен сіздермен алдағы уақытта ағылшын тілі, Англиядағы өмір, Лондондағы өмір деген сияқты қызықты тақырыптармен бөлісіп отыратын боламын. Стамбулда, ары қарай Лондонда кездескенше. Bu sorumluluğu kabul etmeyen yolcularımızın derhal kabin ekibine bilgi vererek yerlerini değiştirmeleri gerekme çalışı için bilgilendirme kartını incelemenizi rica ederiz. 2 yaşından küçük çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Kabinde basınç kaybı olursa başınızın üzerindeki kapaklar ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın maskeyi kendinize doğru çekin, ağız ve burnunuzu içine yerleştirin ve lastiği başınızdan geçirip normal nefes almaya devam edin. İstanbul'dan Selim, merhaba. İstanbul'дағы Sabiha Gökçen aeroportu. Түріктің шайы. Лондонға рейсімізге әлі 2-3 сағат бар. Достар, біздің полиглот тіл мектебімізде түрік тілінің офлайн, онлайн сабақтары бар. Түрік тілін үйренем десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Лондонда кездескенше. Лондонға келіп жеттік. Stansted Airport. Лондонға жетіп алдық. 14 сағат уақыт кетті Шымкенттен келу үшін.
Dostlar, miniki Londonga жетip алдым. Шымкенттен Лондонга дейін бас аяғы 14-15 сағат уақыт кетті. Stansted Airport, Лондондағы шағын аэропорттардың бірі. Will be Hollow Turn. Мінекей менің жататын жерім екінші этажда 3-ші номер.
Жетіп алдым. Енді осы жерде бір күн тұрамын. Ең басты нәрсе Англияда адаптер. Достар, мінекей мен бөлмеге жайғасып алдым. Гостиница Booking.com сайтынан резерв жасалған. Алдын ала осында 1-2 түн боламын. Одан кейін отбасымен тұруға көшемін. Ол жақын жерде. Бұл Лондонның батыс бөлігі. Яғни Лондон өзі 5-ке бөлінсе, орталық, шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік, соның батыс бөлігіндемін. Айта кететін нәрсе, Лондонға келетін болып жатсаңыздар, мынандай адаптер, басы үшеулік, ол міндетті түрде алу керек, себебі телефондарыңызды немесе басқа да техникаларыңызды мұнда зарядтау қиын болып қалады. Бөлмеде бәрі бар, кофе бар, микроволновка, холодильник, телевизор, ваннада шомылатын нәрселер барлығы бар. Достар, Лондонның атақты қызыл автобустары. Бұл жерде так. Шашлык такой, да? Шаурманы жеп алдық. Шаурмалары сәл ащылау екен. Шөп шаламы көбірек, сосын уста қосады екен, қарын ашып келген екен, бәрін жеп қойдық. Жалпы бірақ қымбатшылық. Бір шаурма, шай 4-5 мың теңге болады. Шишлик деген жерден тамақ жеп алдым. Бургерлер ғой, фастфуд. Бағасы қымбат, бірақ қазір бағасын көрсетіп жібейін. Аты қызық болды, шашлык деген ұқсайды. 1 фунт стерлинг 650-ге көбейтеміз ғой. Сонда бір шаурма болады 4 мың, 5 мың теңге. Шайын 200-300 теңге. Шашлык. Қараңғы болып кетпей, кеш батып кетпей, біраз Лондонда аралап шығайық. Батыс Лондон. Адамдар әртүрлі киіністер. Біреу футболкамен жүр, біреу шортымен, біреу қалың киініп алған, түсінбейсің.
Жол ережесін білесіздер. Керісінше біздің Қазақстандағыдан біраз үйрену керек оған. Жолдан ары бері өткенде бірінші оң жаққа қарау керек. Таза ауа, әдемі болып тұр жаңбырдан кейін.